Құрметті серіктестер, Бателдің осындай жаңағы гель, бамбук гельмен кәдімгідей зубной пастасын қолданып жүрміз. Екінші түрі тағы бар. Енді қараңыздар, мына жаңағы щеткасы да жаңа Бателдікі ыңғайлы келген. Енді мен сіздерге бүгін жаңа жемчужная пудра сонымен қалай қолданып жүргенімді көрсетейін деген ғой. Міне, мынау жемчужная пудраңыз. Қараңыздар, нан деп ашам. Бұнымен маскада жасап жүрміз. Сосын болдық. Міне, мына ұқсап алған жаңағы зубная пастамды таза қып кәне, маған бір матырып жіберіп кәне. Қараңыздар, бір матырып, міне. Осылай бір матырып кәне. Сосын тісімді жуасып жатырмын. Кәдімгідей тісімді деңізші ағартып келе жатыр. Өте тамаша екен. Сондықтан осылай қолданып көріңіздер. Ал екінші тағы қолданып жатқан пастамыз бұл осындай. Бізде енді пастаның біраз түрі бар ғой. Сондықтан міне қараңыздар. Осы пасталардың барлығын міне қолданып жатқанымызға 1 жылдай уақыт болады. Алла сәтіне салса, міне бәрін қолданып отырмыз. Енді мынаны әдемілеп жақсылап қазір жаңағы тісімді жуып жіберетін болсам, кәдімгідей тісімді тап-таза қылып шығарады. Тісім жақсы, кәдімгідей жақсарып келе жатыр. Менікі кезінде негіз тамағыңызға ангина тамаққа түскен. Ангина тамаққа түседі, буынға түседі, сүйекке түседі деп айтады екен. Соның ең сүйекке түсуі сирек кездеседі. Буынға түсетіні көп болады, тіске түсетінде өте көп болады дейді да. Сол жаңағы тісімді көптеген жерге апарғанда сіз кезінде ангина болғансыз ба, соныңыз тісіңізге түскен екен, қарашы ұшты тісіңізге деп сөйтіп айтатын. Үлкен бір білікті Россияның дәрігерлер. Мен енді Россияда оқып бітірдім ғой, 90-95 жыл. Сонда сөйтіп айтылған еді. Сондықтан мен тісім сәл сарғыштау. Қанша тырысып, қанша өз-өзімді күтсем де тісім сарғыштау болатын. Енді кәдімгідей жақсарып келеді. Осы ақырында бір сурет түсіріп қойғам. Бір ай жуып қолданып алайын деп тұрмын. Өйткені жемчужная пудраны қолданып жатқанымызға бір ай болған жоқ қой. Енді бұл жаңа жемчужная пудраны сіздер кәдімгідей деңізші. Мына неге кисточкасы бар, өзінің арнайы. Міне, кисточкасы бар. Осындай жаңа кисточкасымен сіздер айранға, немесе сүтке, немесе ара балына, немесе жаңа беттеріңізді жуып тазартатын умывашка қайда, немесе жаңа пенкаларымен сәл араластырып жіберіп, беттеріңізді жаңағы ұйқалап массаж жасап отырып, сосын барып жуып шайып тастап отыратын болсаңыздар, кәдімгідей бетті ағартады екен. Бетті ағартып сәл құрғатады екен. Сосын барып ары қарай жаңағы өздеріңіздің жағуға тиісті, күндіз болса күндізгі майыңызды, түнде болса түнгі майларыңызды жағып алуларыңызға болады екен. Міне осындай кәдімгідей ұнтақ түрінде, мынандай порошок түрінде. Көрдіңіздер ме? Міне көпке жетеді екен. Бағасы да арзан, қол жетімді, 501 теңге тұрады. Өзіміздің бағамыз сөйте тұра, мынауыңыз жаңағы 100 граммыңыз, міне 100 грамм қаншама жаңағы уақытқа жетеді. Міне мынаны қазір жолдасым да тісін жуып жатады, екі қызым да жуып жатады мысалы. Сол бәріміз қолданып жатамыз. Еще мен жаңа маска бір 3-4 күнде бір жаңағы айландырып кеп бір маска жасақ қоям. Міне осындай керемет әсерін тигізеді екен. Осындай инжу маржан, таза Бателдің табиғи ұнтақталған инжу маржандарыңыз міне осындай болып жатыр. Қазір міне тісімді жуатын болам. Көрдіңіздер ме? Ем болсын, шипа болсын. Бателдің қандай да өнімдері өзіндік емдік қасиетін беріп жатыр. Өте разы болып жатырмыз.